Құрметті команда, сіздерге айтатыным мынау. Жерорта теңіздің энергиясын сіздерге барынша паш етемін. Себебі армандар орындалады, бәрі адамның өз қолында. Кезінде Фаберлик бизнесінен осы Турцияға барсам деп армандайтынбыз, ал қазір осы Турция өз үйімізге айнала бастады. Сондықтан арманды шектемеңіздер, үлкен мақсат қойыңыздар, және де осы бизнестағы наставниктарыңыз, сіздердің тәлімгерлеріңіз не айтады, соны қолға алып, нақты күнделікті өз өмірлеріңіздің өздеріңіз автор екенін сезініп, дұрыстап тұрып кірісіңіздер. Сіз өміріңізді өзгертпесеңіз, сіздің өміріңізді ешкім келіп өзгертіп бермейді. Яғни барлық нәрсе сіздің ойыңыздан бастау алады. Яғни ой түзелсе, бой түзеледі. Сіз ойыңызды жақсы жаққа, жақсы сөз жарым ырыс деген жақсы жаққа өзгертіп, таңертең тұрған сәттен бастап, менің өмірім тамаша, менің несібемді Алла тағала мол ете көр, мен баймын, мен сәттімін, мен денім сау, мен мықтымын деген аффирмациялар арқылы бастасаңыздар, ол аффирмация миларыңызға жігер береді, бойларыңызға мықтылық береді, күш қуат береді. Яғни сол идея, сол мықты энергия сізді бой алысып, яғни әрекетке деген қадамыңызды жетелейді. Сондықтан еш берілмей нақты қадам жасаңыздар. Бәрі өз қолдарыңызда. Барлық арман орындалады. Сіз қазір диванда жата беретін болсаңыз, еш қозғалмайтын болсаңыз, сіздің өміріңізді ешкім келіп өзгертіп бермейді. Сондықтан өмір өтіп жатыр, үш нәрсе қайталанбайды. Ол айтылған сөз, атылған оқ дейді, айтылған сөз қайталанбайды, және де қазіргі сәт, қазіргі уақыт қайталанбайды, және де мүмкіндіктер қайталанбайды. Алла тағала сіздерге мүмкіндік беріп отыр. Фаберлик компаниясының негізінде сіздерге барынша өз қаржылай жағдайларыңызды жақсарту үшін мүмкіндіктер беріліп отыр. Армандарыңызды жүзеге асыру үшін мүмкіндіктер беріліп отыр. Мысалы, бір кісілер өздерінің ата-аналарын шетелге демалтуға, немесе ата-анасын қажылыққа апаруды армандаса, немесе өздері отбасы болып демалуды армандаса, немесе шетелден үй алуды армандаса, ал кейбір адамдар өздеріне жеке көлік алуды, мысалға материалдық жағдайда, кейбір адамдар өздерінің кітабын жазуды, тағы да басқа рухани да материалдық армандар адамда көп. Армансыз адам қанатсыз құсқа тең дейді. Сондықтан сіздерде армандарыңызды ешқашан шектемеңіздер. Барлық арманды бизнес арқылы жүзеге асырасыз. Ал бір бизнес жасау үшін ол қомақты қаржы керек, үлкен ақша керек. Фаберлик бизнесінде қомақты қаржының еш қажеті жоқ. Бұл жерде бар жоға айналдыратыныңыз өзіңіздің үйіңізге керек заттарды алу ғана. Сол заттарды алып елу бал жасай отырып қана сіз командаңызды өсіресіз, өндіресіз. Тек өз-өзіңізге деген сенім, команда жасаймын, бизнесқа нар тәуекел деп қолымды кәдімгі шешінген судан тайынбас деп тұрып кірісемін десеңіз, сіздің барлық арманыңыз жүзеге асады. Қазіргі арманыңызды сіз ой қойш деп жалқаулықпен сериалға бөлетін болсаңыз, сіз арманыңыздың сатқынысыз. Сіз арманыңызды сатып, өз-өзіңізді құлдыққа, өз-өзіңізді қарызға, өз-өзіңізді кредитке, немесе тағы да басқа төменгі өмірге дайындап баулып жатқан есебіндесіз. Сондықтан ешқашан армандарыңызды сатпаңыз. Барлық жақсы өмірге әр адамда лайықты, бақытты өмірге лайықты, сәтті өмірге лайықты, табысты өмірге лайықты. Сондықтан сіздерге айтатыным бәрі өз қолдарыңызда. Яғни дұрыстап тұрып уақыт бөліп кірісіңіздер. Бір күнде 24 сағат уақыт бар, ал сіз жоқ дегенде 100 мың теңге табу үшін, немесе 500 мың табу үшін, миллион табу үшін не істеп жатсыз? Қандай әрекеттер жүзеге асырып жатсыз? Бір күнде қаншама сіз әрекет жасайсыз, қанша адам жазып жатсыз, қанша адамға маркетинг түсіндіріп жатсыз? Міне осы сұрақты қойдыңыздар ма? Сондықтан команда айтатыным барлық арман жүзеге асады. Мен өзім осы Фаберлик компаниясының арқасында бүткіл өзімнің материалдық армандарымның барлығын жүзеге асырдым. Сондықтан мен осының нақты сеніммен сіздерге толығынан паш етіп тұрып айта аламын. Бәрі өз қолдарыңызда. Сәттілік тілеймін. Тек өз-өздеріңізге сеніңіздер, команда құрыңыздар алға. Мен сіздерді жақсы көрем. Міне теңіздің ауасы мен энергиясы сіздерге мықты күш қуат берсін. Сәттілік тілеймін.